сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз алояның пайдасы. Шырыштар тұқымдасына жататын көпжылдық бұта. Шырмауық түріндегі мәңгі жасыл, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктер. Алла елшісі алояны ем үшін пайдалануға кеңес берген, әсіресе көзге пайдалы. Алоя препараттарын көз ауруларына, асқазан ішек ауруларын, гастрит, асқазан жарасын емдеуге пайдаланылады. Алоя шырынын тері ауруларына, ұзақ уақыт жазылмаған жараларды жазуға және күйіп қалған кезде пайдаланады. Өсетін орындары тропиктік, субтропиктік белдеулерде кездеседі. Биіктігі 10-60 см. Сабағы жуан, жапырағы шырынды, етті, тікенді. Сабағына тығыз жабысып өседі. Қызыл, қызғылт сары түсті, гүлі түтікше келген қоңырау тәрізді гүлшоғырына топталған, сирек гүлдейді, негізінен құстар арқылы тозаңданады. Үшбұрышты қауашық жемісті, піскенде жарылады. Дәрілік бөлігі және оны жинау, сабағы және жапырағы дәрі, көбінесе жаңа күйінде қолданылады. Алояның ем болатын аурулары. Алояның жапырақ құрамында глюкозид, эфир майы, тағы басқа дәрілік заттар бар. Сондықтан алояның шырынын түрлі ауруларды емдеуге қолданады. Іш қатқанда, ересектер және балалар талма ауруына, геморрой жарасы сыздап ауырғанда, түсті құрт жеп ауырғанда, кеңірдекшелер демікпесіне қолданылады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры. Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.